Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, қазақтарым. Мен сіздерге өте маңызды бір шаруа туралы айта кетуді жөн көрдім. Бұл күндері сіз кез келген елді мекеннен немесе қаладан өтіп бара жатқанда, сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да, осы елді мекеннің спутниктері даланың өлі қалалы ретінде зираттарды көрер едіңіз. Стандарт құрылыстан бастап бірнеше қабатты гранит кесенелердің кейбір байлар архитекторларды жалдап проекті бойынша салады. Марқұм тірі кезінде неғұрлым бай болса, оның мазары соғұрлым қымбат болады. Мұрагерлер оның кесенесін негізгі массадан бөлуге тырысады. Тіпті кейбір мазар салу үшін Еуропадан мәрмәр әкеледі. Олар зиратта таныстарын жерлеу үшін тағы бір рет пайда болған кезде барлығына әкесінің немесе анасының кесенесін көрсетіп, қайтыс болған адамдармен мақтанады. Кейбір қабірлердің құны ондаған мың долларды құрайды. Өлгендерге осындай кесене керек пе? Жоқ. Марқұмға оны қайда және қалай жерлеу керектігі маңызды емес. Өйткені жерлеу рәсімінен кейін оған бұл әлемге қатынасы жабылады, және ол біздің әлемде не болып жатқанын білмейді. Алтыннан оған кесене салсаң да, оған қай жағынан болмасын ешқандай пайда әкелмейді, оған бәрібір. Бұл дүниеде ақша шашқан оның мұрагеріне не болады деген сұрақ туады. Мен жауап берейін. Шынында да ысырапшылар шайтанның ағалары, бірақ шайтан иесіне риза емес дейді. Аллах Құранда 17 сүренің 27 аяты. Осы кесенелердің барлығы да және басқа да шығындар ысырап болып саналады. Және бұл үшін сот күні Алланың алдында жауап беруге тура келеді ысырап жасаушыларға. Аллах тағала былай дейді: байлықты көбейтуге деген құштарлық сізді соншалықты баурап алады. Сондықтан сіз зираттарға бағылып, өлгендеріңізді мақтан тұтасыз. 102 сүренің 1-2 аяттары. Хадисте былай делінеді: шынында да олардың арасында қандай да бір әділ құл немесе әділ адам өмір сүріп қайтыс болған кезде, олар оның қабірінің үстіне ғибадатхана салып, оны әртүрлі суреттермен бояйды. Бұл адамдар құдіреті шексіз және ұлы Аллахтың алдында ең жаман жаратылыстар болады дейді Бұхари мен Мүслимнің жинағында. Араб елдерінде адамдардың қалай жерленгенін көрсеңіз, моланың басына бар болған кішкентай ғана тас қойылғанын көрер едіңіз. Ешқандай ысырапшылдық жоқ. Біздің барлық проблемамыз мүфтият пен имамдардың сауатсыздығынан болып жатыр. Олар жерлеуден кейін алған ақшасына үнсіз қуанып мәз болады. Олар үшін өлгендер саны неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. Бұдан қазақтардың Арамза молда туралы айтқандары бекер емес екенін көреміз. Сонымен менің бауырларым, жерлеу рәсіміне және қабырға бөлінген ақшаны марқұмның атынан кедей және мұқтаж адамдарға берген дұрыс. Кесенелердің орнына адамдар мен малдар қабірді баспау үшін темір шарбақтарды қоюға болады. Осылайша сіз де марқұмда Алладан сыйақы аласыз, былайша айтқанда сауап аласыз. Алланың шариғатында марқұмның туыстарының есебінен жерде болған соң ас беру, мазар салу, сосын 7-40 жылын беру деген ысырапшылдықтың жоқ екендігін бір жола есте сақтаңыздар. Мұның бәрі марқұмның есебінен пайда табу үшін осы Арамза молдалардың ойлап тапқандары болып табылады. Сіз шығынданып ас беріп, азап шегіп, қиналып отырсаңыз, жиналған халық сізге көңіл айту үшін емес, жасаған тамағыңызға тойуға келеді. Қарап отырсаңыз, жиналғандардың ешқайсысы қиналып, сіз сияқты қайғырып отырғанын көрмейсіз. Керісінше олар сіздің дастарханыңызда өсек айтып, әзілдесіп күліп отырғанын көресіз. Сізге осы керек пе? Жақсылап ойланыңыз. Ақшаңызды босқа шашып, ысырап жасап, күнә жинағанша сол ақшаны мұқтаж жандарға марқұм атынан таратып беріп, сіз де марқұмда сауап жинаңыздар. Соңында сіздерге ой салар деген ниетпен мына хадисті келтірдім. Кез келген суретті не мүсінді көрсең, оны дереу жой. Кез келген биік қабірді көрсең, оны жермен жексе дейді Мүслимнің жинағында. Сонымен барлық сансыз, шексіз және шетсіз мақтаулар тек жалғыз Аллах тағала ғана тиесілі.